Сәлем анашым, қалыңыз қалай? Білесіз бе, дәл қазір осы хатты жол үстінде жазып отырмын. Таразға жолға шығып бара жатырмыз тойға. Мам, менде бәрі жақсы, дым ойымдамаңыз. Сіздің жаныңызда болғандай бір күшті сезімде емеспін, бірақ та қазіргі жанында жүрген жақсы жандардың, яғни екінші отбасымның арқасында жақсы бір жылулықты сезіне алғандаймын. Мама, енді сізді осы кішкентай ғана екінші отбасыммен таныстырып өткім келіп тұр. Бірінші кезекте ол бәрімізге ННН деген атпен белгілі Нұрдәулет. Нұрдәулет өте жақсы жігіт, қарапайым қазақ деп жүрген жігіт қой. Нұрдәулет Ғабиттің жақын досы. Екеуінің достықтары қанша жыл екенін білмеймін, бірақ та әйтеуір қатты жақын екендерін білем. Нұрдәулеттің жақсылықтарын айта берсең таусылмайды ғой. Және де Айка, яғни Айгерім. Мам, Айгерімнің жасы үлкен болса да, өзінің жасынан жап-жас көрінеді ғой. Өте еңбекқор қыз. Қазіргі кейбір ер балалардың жасай алмаған тірліктерін жасап жүр. Еще мама, барлығы Айгерімді Нұрдәулеттің қызы деп ойлайды екен. Мен осы жерде сізге барлық шындықты айтқым келіп тұр. Айгерім шынында Нұрдәулеттің қызы. Қалжыңдайын құрсын, қайдағы? Екеуі жай ғана дос, бір-біріне қамқор. Тағы кім бар еді? Ахон және де Дилек. Мам, ойлаңызшы, Ахон мен Дилектің махаббаттарына биыл 6 жыл болған ғой. Ахон сондай бақытты шығар, Дилек сияқты қызы бар. Себебі Дилек Ахонды өте қатты сыйлайды. Айтқанын екі етпейді. Барлығымызға осындай тәтті махаббат бұйырсын деп тілеймін. Олардың жолын бізге берсін. Келесі осы күнге дейін осы үйдің кенжесі болып келген Алишер. Алишер өте пысық бала ғой. Оның жасы кіші болса да, үлкен адамдардың тірліктерін жасап жүр. Алишердің қызы бар ма, жоқ па, оны уақыты келгенде өз айта жатыр. Жалпы Алишерден үлгі алуға да, оның ақылын тыңдауға да болады. Және де осы жерде бір сөз есіме түсіп тұр. Имамның айтқанын істе, істегенін істеме дейді ғой. Сол сияқты әрбірінен алатын үлгім өте көп. Және де Ақылбек. Ақылбек негізі үйдің үлкені. Бірақ қайдағы, өзін үлкенмін деп санамайды әрине. Өте ақ көңіл жігіт. Жақсы жігіт. Қолда барын аямайды. Өзінің жақындарына әрдайым қолдау білдіріп, қорғауға дайын. Одан кейін Бағдәулет. Бағдәулет осы отбасындағы ең жақын жандардың бірі десем де болады. Мам, біз Бағдәулет екеуміздің TikTok түсіргендерімізді, видеоларымызды қарап, барлығы бізге неше түрлі жазады, тіпті қосып та алады. Бірақ қайдағы, Бағдәулет менен жасы кіші ғой, өз інімдей көрем. Және де арасында Ғабит қызғанбай ма деген сияқты сөздер де болады. Бірақ жоқ, Ғабит барлығын біледі, барлығын түсінеді. Жан?
Жалпы Бақдәулет өте жақсы бала, иманды. Басқаларға айта алмаған сырларымды шыны керек Бақдәулетке айта аламын. Одан кейінгі Дарын өзімнің жерлесім, яғни Алакөл ауданынан болғаннан кейін ба, или руы Найман болғаннан кейін ба, білмейм. Әйтеуір бір бүйрегім бұратта тұрады. Тура бір өзінім сияқты қатты жақсы көрем. Ендігі сөзді менің мәңгілік махаббатым, қорғаушым, қолдаушым Ғабит жаныма арнағым келіп тұр. Ғабит өте қарапайым жан. Ол өзін артық және орынсыз мақтаудан, өзін елге мінсіз көрсетуден аулақ. Өте шынайы. Осы қасиетін қатты жақсы көрем. Себебі маған да ұнамайды андай жасанды қылықтар жасап, жасанды болып тұратындар бар ғой. Сол. Ал Ғабиттің қамқорлығы, Ғабит әкемдей қамқор, әкемдей қорған бола білген жан ғой, шіркін. Білесіз бе, мам, жанымда Ғабит барда мына өмірде өту керек болған ауыр сынақтардың өзі түк емес болып көрінеді. Және де мен таңдаған жан Ғабит болғанына қатты қуанамын. Себебі әрдайым маған дұрыс жолды көрсетіп, ақыл кеңесін айтып жүреді. Сондықтан да әрдайым рахметімді, Аллаға шүкірімді айтып жүремін. Вот, мама, біздің шағын ғана отбасымыз осындай. Ал енді сіздерді, яғни аз ғана уақыт ішінде жиналған оқырмандарымды бөлек бір отбасым деп білемін. Сіздер мені Инстаграмда қалай көрсеңіздер, солай қабылдайтын шығарсыздар. Я, солай ғой. Алайда Инстаграмнан бөлек әлем, ол мүлдем басқаша. Блогерлік өмірге дейін, яғни Ғабитпен кездескенге дейін мен қандай қыз болдым? Жалпы кішкентайымнан пысық болып өстім, сабырлымын, өз-өзіммен болғанды қатты жақсы көретінмін. Қатты ұялшақ болдым. Ғабиттің арқасында, қазіргі отбасымның арқасында, сіздердің арқаларыңызда қазір кішкене ашыла бастадым ғой. Енді бұрынғы шаққа кішкене орала кетсек. Мектеп бітірдім. Әке, ана, отбасы жылуынан алыстап, Талғар медицина колледжіне грантқа оқуға түстім. Стипендия алатынмын. Сол стипендиядан құлап қалмау үшін жақсы оқуға тырыстым. Сөйтіп, повышка алдым. Жалпы ата-анам осы уақытқа дейін аямай барын беріп келді. Енді өз күнімді өзім көрейінші деген ниетпен студент бола тұра, еще жұмыс істеп те үлгердім. Студенттердің барлығы қазір мені түсінетін шығар. Яғни жұмыста, тойда, банкетке официант болып шығып бастадым. Білесіздер ғой, ол кезде таңнан түннің бір уағына дейін жұмыс істеп жүріп алатынымыз 3000 теңгеді. Кейіннен жақсы бір ортаға тап болып, тойға енді официант емес, биші болып шыға бастадым. Сөйтіп,
білесіздер ме, қыз ұзатып бастадым. Солай біраз қыздарды ұзатып та үлгердім. Еще арасында тойда фотоға түсіріп, фото сатып та жұмыс істедім. Осылай оқу мен жұмыс істеп жүріп, оқуымды да жақсыға аяқтап бітірдім. Кейіннен мамандық бойынша бір поликлиникаға жұмысқа орналастым. Тәтең пысық, әлі оқу бітіру кешіміз де болмаған, дипломым да жоқ қолымда, әйтеуір жұмысқа орналасып алған. Кейіннен осы жылдың басында, яғни қыс мезгілінде, Мега жақтағы бір частный медцентрге жұмысқа ауыстым. Себебі шыны керек, ол жақтың зарплатасы жақсырақ болды. Бірақ та жұмысы да соған тұрарлықтай ауыр болды. Және де мен ол кезде саяхат жақта тұратынмын. Ал мен мініп баратын автобус жұмыс орныма 1 сағаттай уақытта баратын. Сол себепті үйден сағат таңғы 6-6:30 кезінде шығып кету керек болатын. Ал өздеріңіз де білесіздер ғой, қыстың кезінде ол мезгіл қандай қараңғы болып тұратын. Еще қырсық, енді аялдамаға жете бергенде мен мінетін автобус кейде жүріп кететін. Сөйтіп таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс болатын. Кешкі 6-да жұмыс аяқталды дегені ғана болмаса, қайдан әлі жұмыс орнын реттеу, ертеңгі күнге кабинетті дайындау сияқты жұмыстармен жұмысым 7-7:30 кезінде бірақ бітетін. Кейде күзетші ағай мені ұмытып, есікті құлыптап кеткен кездерде болатын. Сосын маған: "Ей, сен әлі жүрсің ба? Қайтсай құрсын" деп күлетін. Сөйтіп жұмыстан шығамын. Мен шыққанда біраз уже қараңғы түсіп қалатын. Аялдамаға дейін біраз жаяу жүретінмін. Сосын Меганың алдындағы колесо обозрения бар еді ғой. Соның жарығы кешкі уақытта түрлі түстерге боялып әдемі болып тұратын. Соның жарығына қарап шаршағанымда біраз басатынмын. Арасында жылап талған кездерім болатын. Ол бір өмірден түңілгеннен емес, просто үйімді, үйдегі жылулықты сағынатынмын. Сөйтіп, жұмыстан қанша шаршап келсем де, үйде тикток түсіретінмін. Тикток түсіруге әйтеуір уақытты табасың ғой. Себебі ол өзіме ұнайтын іс та. Мен ол істі істегеннен керісінше дем аламын, шаршағаным басылатын. Бірақ сол кезде сондай видеоны түсіріп жүрген кезде достарымның арасында күлгендер де болған. Бірақ күлгендермен қоса қолдағандар да болды. Бірақ та шынын айтсам, қолдағандарға қарағанда күлгендердің сөзіне қатты мән беретінмін. Бірақ та тоқтаған емеспін, дальше түсіре бердім. Осылайша жұмыс пен үйдің арасында біраз уақытым өтіп жатты. Қиындықтың барлығын болмаса да, бір шамасын көрдім деп ойлаймын. Себебі осындай үлкен қалада қыз балаға қалай қиын екенін айтып жеткізе алмаймын. Ал енді біздің таныстық жайында айта кетсем. Жалпы осы семьядағы ең қарапайым, шынайы блогер болып көрінетін. Әдемі дауысы да бар еді. Сол қарапайымдылығын, әдемі дауысын, ерекше күлкісін жақсы көріп қарайтынмын. Бір күні Инстаграмға историясына кішкентай сәбидің видеосын салып қойыпты. Еще астына
осындай сәби кім туып береді деп жазып қойған ғой еще. Ананы оқып алып, значит қызы бар екен ғой, қызына намектап жатқаны шығар деп ойлап өтіп кеттім. Бірақ қайдан ішіме сыймай бар батылымды жинап, сол историясына айналып келіп, қызыңыз бар ма деп жазып жібердім. Олай резко жауап қайтады деп ойламадым. Сөйтсем, жоқ, сенің жігітің бар ма деп жазып жіберіпті. Солай таныстық басталды. Біраз сөйлесіп жүрдік. Бір түні сөйлесіп жатып, номерімді сұрай бастады. Қыз болған соң не жазарымды білмей, қайырлы түн дедім да Инстаграмнан жоқ болып кеттім. Сөйтсем, қырсықпын дейсің ғой деп жазып жіберіпті. Сонымен біраз уақыт өтті. Жалпы біздің махаббат ара қашықтықтағы махаббаттың дәмін көрді деп айта аламын. Тіпті басы солай басталды десек те болады. Себебі карантин кез еді ғой. Ол кісі Кентауда, мен Алматыда. Айтпақшы, бағанағы мега жақтағы жұмыс орным туралы әңгімеге оралайын. Ол кезде Ғабитпен қыз жігіт болып енді сөйлесіп бастаған кезіміз ғой. Жұмыстан қолым босамайтын деп едім ғой. Сол себепті ол кісі мен үшін уайымдап ұрсатын. Неге уақытында обед ішпейсің, неге жұмыста көп кідіресің, өзіңді, денсаулығыңды ойласайшы деп ұрсатын. Еще Инстаграмға да уақыт бола бермеді. Және де Ғабит менің осындай тиктоктарыма қарап, менің Инстаграмды жүргізе алатыныма сенетін. Бұлай жұмыс деп қиналғаныңды қаламаймын. Табысыңды Инстаграмнан да таба аласың деп жұмысымнан шығарып алды. Қарсы болмадым. Және де өкінбедім. Шахи менен көп сұрайтын тұғын. Бұрын қандай болғанды, не болғанын кез келген адамға қызық деп ойлаймын. Кейде айтып отырып ойланғаным соншалық, бір қарасам Шахи ренжіп те үлгеретін тұғын. Үнемі әйтеуір бірдеңе табылады ренжитін. Жасыратын жоқ, Шахи қатты қызғаншақ. Және де сіздер білмейтін де заттар бар әрине. Мен де Шахи да ақ халатта абзал жандармыз. Айтсам көп адам сенбейді де шығар. Бірақ уақытында осы блогерлікке дейінгі өмірде мен фельдшер болғам. Яғни скорыйда жүретін. Тіпті бір кездері бір әйелді босандырып алғам. Ол вообще қазір менің миллиондаған оқырманым бар екенін, және де блогер екенімді білмейді де шығар. Және де сол күні жарық көрген сәби қазір 4 жаста болу керек, қателеспесем. Еще колледжде медпунктта медбрат болып жұмыс істегем. Ол колледжде жалғыз еркек мен тұғым. Ол кездерді айтпай-ақ қойын, түк қызық емес. Шахи ренжіп, тағы да бірдеңе тауып отырса қазір. Мегада жұмыс істегем. Әрине бір бастық, директор деп ойламайтындарыңызға сенімдімін. Студенттік кез, жинау, мусор тасу, сол сияқты жұмыстарды істеп, болмайтын тиынға ырза болып жүретін кездеріміз. Сұрақтардың және тағы бір көп келетіні,
Инстаграм болмаса не істейсіңдер, ақшаны қайдан аласыңдар? Әрине, бірақ жауап дәрігер болатын ем. Себебі кішкентай кезімнен арманым дәрігер болу. Сосын үйдегілердің бір сөзі бар тұғын, бір үйге бір дәрігер керек деген. Сосын блогер бола алған адам негізі кез келген маман иесі бола алады деп ойлаймын. Себебі блогер болу өте қиын нәрсе. Сіздерге қалай мүмкін оңай деп ойлайтын шығарсыздар. Оны Шахидан да сұрауға болады. Шахи, блогер болу қалай екен? Әрине қиын. Шахи даже андасында ұрыс естіп қалады. Әрине қиын болғаннан кейін. Үнемі айтып отыру керек, әр қадамын не түсіру керек. Мен де бірден бір аспаннан барлығын біліп түскен жоқпын, сол себепті түсіністікпен қарап, білгенімше үйретіп жүремін. Так что блогер болам дегендер қатты ойлану керек деп ойлаймын. Себебі халықтың алдында жүрген адам көп нәрсеге жауапты. Себебі бізге еліктейтін адамдар бар. Оларға қандай тәрбие береміз? Оқырманды жинап алып, оларға бір жаман нәрсе үйреткен ол. Мен үшін ойға келмейтін нәрсе. Сол себепті әр қадамды ойланып басамыз. Барынша кішкене ұстанып жүруге де, қиын жақтарымызды да, жаман жақтарымызды көрсетпеуге тырысамыз. Блогер болу үшін кішкене сабырлық керек, ұстаным керек. Бір нәрсені біліңіздер, блогер болам дегендер қатты ойланыңыздар. Себебі бұл оңай нәрсе емес. Рахмет. Қыздар, енді өзіміз болып біраз әңгімелессек. Әпке ретінде сіңілдеріме, ақыл демей қояйыншы, кішкентай ғана кеңесімді берсем. Жалпы қыз қылығымен көрікті дейді ғой. Қыз бала ол бірінші ұлттың, екінші ата-анасының, ағаларының, үшінші жарының абыройы. Еще өздеріңіз де білесіздер ғой, қыз баланың сөзі, іс қимылы бұл әрдайым көптің назарында. Ұялуды, қымсынуды, еркелеуді білмейтін қыз ата-анасына, туыс жақындарына сөз келтіретіні белгілі. Бірақ та осыны көп қыздар түсіне бермейді ғой. Жігіт мәселесіне келгенде алданып қалатын жайттар да аз емес. Құрметті де сүйкімді сіңілім. Ешқашан аспандағы айды алып беруге уәде беремін дейтін жігіттің әдемі сөздеріне назарыңды аударушы болма жаным. Ер адам ісімен көрікті. Ер адам өзінің шынайы махаббатын тек қана іспен дәлелдейді. Ато кез келген жігіт ойбой әдемі сөздерді айтуға шебер ғой. Ал іске келгенде айтқанын орындай алмайтын жігіттер қаншама қазіргі кезде. Мен де басында Ғабитке сенбедім. Енді ол кісі уже танымал блогер еді ғой. Жазатын қыздар да қаншама. Әшейін бос уақыт өткізу үшін шығар деп ойлайтынмын. Бірақ ол кісі бәрі шынайы, көресің әлі деді. Солай іспен ақ дәлелдеді ғой барлығын. Ол жағына өздеріңіз де куәсіздер ғой. Енді біраз адамның көкейінде жүрген сұрақ. Қандай десеңіздер,
Шахи екеуміздің бірге тұрып жүруіміз жайлы. Осы мәселе бойынша өзім айтқанды жөн көрдім. Жеке біраз хаттар келуде қалай барлығың бірге тұрасыңдар деген сынды. Уақыты келген сияқты. Инста әлеміне біз өмірімізде болып жатқан барлық жаңалықтармен күнделікті болып жүрген жайттар туралы Инста әлеміне біз өмірімізде болып жатқан барлық жаңалықтармен күнделікті болып жүрген жайттар туралы жария қыла бермейміз. Өміріміздің где-то 40% ғана көрсетілетін шығар, бәлкім. Шахи екеуміз жай ғана пара емеспіз. Біз ақ некелі, ерлі зайыптымыз. Аллаға шүкір. Яғни ислам діні бойынша некеміз қиылған. Шүкір. Мемлекеттік некеден бұрын Алланың алдындағы неке маңызы. Сондықтан да адамның көңіліне тиердей ауыр сөздер айтпастан бұрын адам ойланып, мән жайды білген жөн. Неке қиғанымызды жария ететін уақыт келеді дедік. Міне осы аудио кітапшада айтып отырмыз. Себебі біздің аудио кітапшамызды тек қана бізді жақсы көріп, бізге жаны ашитын адамдар ғана алады деп ойлаймын. Сол себепті тек қана сіздермен бөліскенді жөн көрдік. Бұл біздің арамыздағы құпия болсын. Себебі өзіміздің таза екенімізді біліп жүрген маңыздырақ деп ойлаймын. Және де бұл туралы көп адамдар білмейді әрине. Жақындарымыздан айтпағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Вот, достар, біздің Инстаграмнан бөлек әлем осындай. Инстаграмда айтпаған сырларымызды сіздерге айттық. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.